Егер сіздің терезеңіз терілеп жатқан болса, қыстың ауасында, оның ең екі басты проблемасы бар. Ол қандай дейтін болсаңыздар, достар, ол влажность, ауа айналымы дұрыс болмағандықтан, үйіңізде влажность, ауа қысымы, жалпы ауа айналымы мүлдем болмағандықтан болады. Екінші проблемасы суық терезе, дұрыс емес стеклопакеттер деген сияқты, я болмаса дұрыс монтаж болмағандықтан болады. Жалпы басты проблема осы. Егер видеоның соңына дейін қарайтын болсаңыздар, сіздер осы конденсаттан қалай арылуға болады, және де қалай құтылуға болады, соны білетін боласыздар. Және де біздің каналымызға тіркеліп алыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге маңызды, достар. Жалпы ал бисмилля кеттік. Бірінші конденсат деген сөзді, жалпы ол не екенін түсініп алайық. Конденсат деген сөз ол ауадағы су, мысалы бірінші бу болады, су болады. Ол суық жерге кеп тигеннен кейін ол суға айналады. Ауа айналымы, егер сіздің үйіңізде ылғал делік бөлмеңіз, үйіңіз егер ауа айналымы дұрыс болмаса, желдетіп тұрмайтын болсаңыз, болады ғой, мысалы сіз делік үй салдыңыз. Үй салған кезде мысалы делік біреулер газоблокпен салады, қызыл кірпішпен салады. Мысалы стенаңыздың қалыңдығы 30-45, еще оның сыртынан сіз не істейсіз? 3D панель, термопанель қаптайсыз. Үйіңіздің стенасы максимально қалың, еще жылы болып тұрады да. А бізде стеклопакет ең тонкий жер, ең суық жер. Не үшін терезе ғана терілейді қыстың күні? Сұрақ қойып көрдіңіздер ме өздеріңізге? Ол деген сөз сіздің терезеңіз суық, сол себепті ылғал жаңағы конденсат суық жерге барады да, бу болады, будан кейін суға айналады. Конденсат түсіндіре алдым деп ойлаймын сіздерге. Конденсат деген осы. Ауа айналымы дұрыс болмайтын болса, оның зардабын сіз шегетін боласыз. Үйіңіздің стеналары көгереді, терезеңіз постоянно терілеп тұрады, подоконникқа келеді, подоконниктан стенаға түседі, обой болатын болса, бәрі ремонтыңыздың бәрін құртады. Ол деген сөз ең біріншіден үй салып жатқан жандарға, әр қазағым Құдай қаласа баспаналы болсын, ниет етіңіздер, Алла тағалам ниеттеріңізге жеткізеді. Сол себепті үй салған кезде дұрыстап салсаңыздар, мынандай проблемаға жолықпайсыздар ешқашанда. Ең біріншіден ауа айналымын дұрыстау керек. Ауа айналым деген сөз қазір заманауи технология болып кетті ғой. Мысалы ремонт саласында, мысалы сіз делік үйіңізді максимально стенаның бәрін утеплять етесіз, крышаны не істейсіз, мысалы потолокты, гипсокартон, я болмаса натяжный потолок. Натяжный потолок деген сөз ол пленка. Прям сіздің үйіңіз как мини-парилка болады, егер отоплениені жамал жоғары қылып қоятын болсаңыз. Қыстың ауасында көп адамдар осындай зардап шегіп жатады. Менің терезем терілеп жатыр дейді. Оларға барып көрген кезде біз көреміз. Даже есікті ашып кіргеннен бастап уже ыстық бетімізге ұрады. Неге? Үйінде ауа жоқ вообще-то. Ал өздеріне білмейді неге бір шортимен жүр. Ол негіз дұрыс емес. Үйіңіз қатты ысып кеткен жағдайда болады ол нәрсе. Мысалы сырт аяз, іш ыстық. Дұрыс қой, іште комнатный температура қатты ыстық болмаса, жаңағындай конденсат деген мүлдем болмайды, достар. Соны ұғыңыздар. Жалпы оны қалай құтыламыз? Енді сол тақырыпқа тоқталайық. Біріншіден, ауа айналымын қалай реттейміз? Негізі қазір заманауи принудительный және де естественный вентиляция деген бар. Естественный принудительный ол енді көп адамның шамасы келетін вентиляционный түрі емес. Негізі оның менің білуімше 5 миллионнан жоғары басталады. Оның өзінің желдеткіші, ыстық ауа, жалпы ауаны, лас ауаның бәрін тазалап кету, ондай функциялар көп. Сол себепті ол көп жағдайда қымбатқа шығады. Естественный вентиляция деген бар, ол уже арзан түрі. Дейлік, мысалы бір үйге, бір этажды үйге примерно 500 бен 600 мың теңге, екі этажды үйге 600 бен 800 мың теңге, миллион теңгенің төңірегінде болады. Ол деген сөз әр бөлмеге приточный клапан қоясыз. Приточный клапан деген сөз батарейканың жанына қойылады. Егер теплый пол болса, өзінің стандарттары бар, жоғарыға қойылады. Мысалы 1.50, 1.20 деген сияқты. Әр бөлмеге приточный клапан санузелге қойылмайды. Және де өзінің бір определенный қойылатын жерлер бар. Бүкіл бөлмеде болған дұрыс. Приточный клапан, ол батарейканың жанында тұрады. Және де вытяжка деген бар. Вытяжка ол керек бөлмелер бар. Ол бүкіл бөлмеге қойылмайды. Мысалы бір этажды үйделік сізде біріншіден кухняға міндетті түрде қойылу керек. Санузелдерге міндетті түрде қойылу керек. Залға неге адамдар көп шұғырланады ол жерде. Қонақ күтетініңіз бар, енді әр қазақ қонақ күткен жақсы көреміз ғой. Сол себепті одан кейін кладовка, киім тұратын жерлер. Жалпы гардероб дейді, мысалы кладовка дейді. Сондай жерлерге қойылғаны дұрыс. Одан кейін вент-выход деген бар, ол крышадан шығарылады. Крышаның жоғарысында көріп жатқан жарсыздар, айналып тұрған бірдеңе. Сол жерге қойылатын дүние. Оны қазір өзімізде қойып аламыз деген сияқты біраз адамдар шығып жатыр. Негізі көбісі дұрыс қолданбайды негізі.
приточный клапанды 1-2 бөлмеге қояды да вытяжканы тек санузелге ғана қойып қоя салады, вент выход деген крышадан бір-ақ үшті қалдырып кетеді. Делік сіздің үйіңіздің квадратурасы 500 квадрат та, а сізге ол жерге бірақ вент выходтың күші жетпейді. Ол біріншіден сіздің үйіңіздегі лас ауа, ыстық, жаман лас ауаның бәрін сорып алып кетуге. Оның өзінің технологиясы бар. Әр нәрсенің өзінің технологиясы бар. Сол себепті достар, оны бір мамандарға ұсынсаңыздар болады. Я болмаса біздің компания арқылы заказ берсеңіздер де болады. Мысалы, біздің компания тоже таза ауа, жалпы үйіңізге естественно вентиляция жасап бере аламыз. Сапапласт компаниясынан көрсеңіздер болады. Оны қалай жасаймыз біз? Мысалы, сіздің квадратураңыз 300 квадрат болса, соған уже рассчитать етеміз. Қанша вент выход болу керек, қанша вытяжка болу керек, қанша приточный клапан болу керек. Соның бәрін әдемілеп жасасаңыз, сіздің үйіңізде жалпы терезе терлеу, балаңыздың сәл нәрсеге ауырып қалмау, таза ауа, жаңғақ ауа дейді ғой. Сол себепті үйіңізде постоянно таза ауа болады. Сол себепті осы нәрсені мұқият қараңыздар. Үй салып жатқан кезде біреулер болады, оған талап етпейді, оны қоймаса да терезесі терлемейді. Неге? Мысалы, потолок үлкен болады, мысалы. Я болмаса, оның ең андай простой жолы даже желдетіп тұру. Мысалы, терезенің постоянно ашып, мысалы, күніне бір 15-20 минут желдетіп тұрады. Лас ауаның бәрі шығады сыртқа, таза ауа кіреді деген сияқты. Мысалы, жаңағындай біреулер айтып жатыр, вытяжканың керегі жоқ деген сияқты да. Ол егер ойлап қараңыз, сырттан ауа келді, ол кірген ауа, лас ауа сол тесіктен шығып кетпейді, ол шығып кететін тесік не? Жоғары жақта, қысымның бәрі. Сол себепті вытяжка қойылу керек, вытяжка арқылы шығады. Вытяжка, вент выход оны сорып алуына көмектеседі. Осындай реттілікпен жасалатын негізі. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, жалпы түсінікті ғой, ауа айналымы үйде дұрыс болмағандықтан болады. Мысалы, бір қонақ күтетініміз бар. Делік бір залға бір 20-30 адамның өзінен де бір ыстық ауа, мысалы, өзіміз дем аламыз, тыныс аламыз, оның бәрі, мысалы, көп бөлме, именно залда көп адам болған кезде терезелеріміз қатты терлеп кетеді, 1-2 бөлмелер терлемеуі мүмкін. Неге? Ол жақта ауа айналымы дұрыс, таза ауа бар, қысым жоғары емес деген сияқты да. И оның үстіне көбінше біз үйде кухняда тамақ істейміз. Оның өзі, мысалы, кухнядағы терезелер көбінше терлейді. Неге? Ол жерде ылғал өте жоғары. Тамақ істейтініміз бар, үйге кір жаятынымыз бар, дем алатынымыз бар, өзімізден де бу шығады. Соның бәрі бу күйінде ең суық жерге барып жабысады. Стена суық емес, дұрыс па? Ең суық жер бізде қалай? Терезе. Терезе болғанда терезенің стеклосы, пластик терезелер көбінше терлемейді, алюминийде бөлінеді. Холодный, теплый деген сияқты. Холодныйда полный стекломен қосып рамасының бәрі терлеп тұрады. А пластикте пластик жылы болғандықтан тек стекло ғана терлеп атады. Сол себепті екіншісі сапалы терезе. Сапалы терезе деген сөз, көп адамдар мысалы терезе таңдаған кезде терезенің бәрі бір деп ойлайды. Және де терезе таңдаған кезде біз мықты білікті мамандардан емес, көршімізден, досымыздан біреуден сұрай саламыз, қандай терезе жақсы деген сияқты да. Негізі қазір заман дамып кетті, Инстаграм бар, желілері бар, TikTok желілері бар. Мысалы, біз бүкіл жерге қалай сапалы терезе таңдау керек, неге мән беру керек, ол жайлы видеоларымыз өте көп. Мысалы, Сапапласт парақшасынан көрсеңіздер болады. Енді терезеге тоқталайық, достар. Терезе. Не үшін терезе терлейді? Не үшін, мысалы, конденсат деген ұғым бар. Конденсат ол стеклопакет. Үйдің ішінен стеклоңыз терлесе, ол уже ауа айналымы дұрыс болмағаннан оған ешқандай компания гарантия бере алмайды. Неліктен? Ол табиғи заңдылық. Біз сіздің үйіңіздегі температураны қолымызда емес, регулировкасы. Регулировкасы бар болса, біз комнатаны температураға қойып терезені терлемеуге жол бермейтін едік. Ондай мүмкіншілік жоқ, сол себепті терезені дұрыс таңдай біліңіздер. Ол деген сөз, ең суық жер стеклопакет болғаннан кейін біз қалай істейміз? Терезе таңдаған кезде, мысалы, таныстарымыз айтады, көбісі, мысалы, болмаса оңтүстік Қазақстан жақтағы адамдар. Шымкентте не суық болады дейсің дейді. Шымкентте көбінше 20-лық пакет, еще простой пакет қолданады. Содан кейін көбінің үйінде терезелер жылап атады, и үйінде жылулық жоқ. Үйім жылымайды деп жалу жасайды. Конечно, ол стеклопакет. Терезеге келген кезде, достар, ақыл кеңесім, ең маңызды нәрсе осы стеклопакетпен фурнитура. Жаңағы профильдің, конечно, жақсысын қойғаныңыз абзал, но бірақтан бұлар профильдерді бөлінеді. 3 камера, 5 камера деген сияқты. Оның 5 камерасын қойып атсаңыз, әрине нұр үстіне нұр, шамалы қымбаттау, қаншаға қымбаттау, бір 10%-ке деген сияқты. Стеклопакетке мән беріңіздер, достар, қазір заман дамып кетті, стеклоның өзі бөлінеді. Простой стекло, мультифункционал деген. Мультифункционал деген ол покрытие. Ол заманауи стекло,
мультифункционалдың өзі 5 түрі бар. Нейтрал, бронза, блю, грин, сильвер. Біз нейтралды адам тұратын жерлері көбінше осыны түсініп жатырмыз. Оның қандай қасиеті бар, достар? Біріншіден жылы стеклопакет. Негізі ол эксперименттер бар, даже простой стекло мен мультифункционал стекло келген кезде, жалпы теплый пол тексеретін детонаторлар бар ғой, құрылғылар. Солармен тексерген кезде мультифункционал жылуды жақсылайтын көрсетілген. Негізі ол дәлел жүзінде, жалпы видео жүзінде қарап көрсеңіздер болады. Ол жайлы YouTube'да толып жатыр. Сол себепті мультифункционал өзінен жұмыс жасайды по-любому. Қыстың күні оның функциясы, бірінші функциясы іштегі жылуды сыртқа жібермейтін энергосберегающий функциясы жұмыс жасайды. Екінші функциясы ол жаздың күні сырттағы ыстықты ішке кіргізбейді. Күн ысып кетеді. Мысалы, простой стеклолар күннің ыстығында, сәулесінде барлық нәрсесін өткізеді ғой. А мультифункционалда ондай емес. Күннің сәулесін кіргізеді. Сәуле деген сөз жарықтығын. Ал ыстықты өткізбейді. Үйіңіз ысып кетпейді. Оны практика жүзінде көріп жүрміз, өзіміз монтажда боламыз, мысалы, монтаж жасаласын, ысып кетеді сіздің іштің бәрі. Стеклон қойғаннан кейін кәдімгідей бір салқындап қалады. Оны практика жүзінде өзім көргем, қаншама қазір 90%, даже 95% Сапапласттың клиенттері тек мультифункционалмен терезе заказ беріп жатыр. Ал үшінші функциясына келетін болсақ, ол как тонировка. Сырттан іш көрінбейді. Ол қандай жағдайда? Күннің сәулесі түскеніне қарай. Біреулер болады, мен сырттан іш көрінбейді дегеннен мен терезем көрініп тұр ғой дейді. Қарап көреміз, ол жерде күн сәулесі түспейді ол терезеге. Ол деген сөз күн сәулесі түссе ғана ол шағылсады. Мультифункционал қызметі, жалпы тонировка қызметі тек күн шағылысқан кезде ғана қосылады. Күн қанша процент түседі, сонша процент ол жаңағындай тонировка халіне кеп қалады. Түсінікті болды деп ойлаймын, достар. Барынша терезе таңдаңызда қалыңдау стеклопакет таңдауға тырысыңыздар. Қалыңдау деген сөз, қараңыздар мынау, достар. Мынау 24, мынау 32, мынау 40. Еще 44 дегені бар. Мысалы, мынандай қалың стеклопакетті негізі Павлодар, Астанада өте көп қолданады. Олар мынандай никогда қолданбайды. Неге? Біліп тұр олар мына стеклопакетпен оның үйін жылтамайтын. Олар уже осознанный түрде уже түсініп қалған, халық біліп қалған тек қалың стеклопакет. Бұл стеклопакеттің қалың болғаны не құдіреті бар деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Бұл стеклопакеттің қалың болғаны шумоизоляция мен теплоизоляцияда тікелей қатысы бар. Мысалы, вакуум, мысалы, мына силикагель көріп тұрған шығарсыздар, думалық, соның бәрі вакуум создавать етеді. Спейсердің қанша үлкен болады, сонша вакуум көп деген сөз. Ыстық суықты жақсылайды, біріншіден шумоизоляциясы мықты болады. Мысалы, мынау бар, 40-шы пакет. Бұда енді шумоизоляцияда, теплоизоляцияда проценттері жоғары. Одан кейін 32-лік, бұл да 3 қабат стекло. Бұның тегінде уже мынаған қарағанда проценттері шамалғанын төмендеу. Вообще төмендеу деген нәрсе жоқ. А мынау уже 24. А бұда ең уже эконом сериясы бұл. 24 пакетпен жасағыңыз келе ма, 3 камералықпен барынша сыртқы беті мультифункционал қылуға тырысыңыздар. Ол деген сөз сіздің терезеңізде қауіп болмайды алдағы уақытта. Терлеу, мысалы мультифункционал стекло терлей ма, терлемей ма деп араларыңызда сұрақ болуы мүмкін. Мультифункционалдың өзі де терлейді. Ол қандай жағдайда? Үйіңізде қысым көп болған кезде. Бізден терезе қойып беріп кетеміз, бізден кейін уже ішкі жұмыстар басталады. Сылақ бар, липкас бар, басқа жұмыстар бар. Бүкіл жерді қымтап тастайды. Одан кейін барып ремонт жасаған кезде, конечно, ол ауа айналмайды. Ана жер прям парилка болады ғой, мини парилка. Ол кезде терезе терлемегенде не істейді? Терлейді. Ал полный ремонт жасап біткеннен кейін ауа айналымы дұрыс болмауы мүмкін, жаңа үй болуы мүмкін, әлі стеналар жылы үлгермеген деген сияқты да. Сондай кезде мультифункционал полностью терлемейді. Мультифункционал еще тек-тек мына штабектің шеттері дейді ғой, мынау. Осы шеттер ғана осындай капля-капля, 1-2 тамшы сондай терлеуі мүмкін. Ондай факторлар болды бізде опытымызда. Бірақтан үйді желдеткеннен кейін оның бәрі кетеді. Сол себепті осы нәрсені түсініп алыңыздар барынша. Терезе таңдаған кезде дұрыс сапалы терезе жасаңыздар. Енді новыйдан үй салдыңыздар, достар. Стенадан эконом жасамайсыз, дұрыс па? Бетоннан эконома жасамайсыз, ригель, арматура бәрін сапалы қыласыз. А терезе келген кезде бәрінің жадынысы оянады. Терезенің бәрі бір деген сөзі бар, я болмаса терезенің бәрі бір қой, бір пластик қой деген сияқты да. Жоқ, достар, өте қателік бұл. Терезенің әртүрлі сапасы бар, бағасына қарай сапасы. Қандай бағада аласыз, сондай сапада аласыз деген сияқты ғой. Мысалы, терезе таңдаған кезде барынша стеклопакетпен фурнитурға мән беріңіздер болды. И дұрыс монтаж. Ол дұрыс монтаж деген сөз, мысалы, сіз қымбат терезе алдыңыз, но бірақтан оның орнататын адамы халтурщик, қолынан жұмыс келмейді. 15 жылдан бері істеймін деген монтажерді көрдім, бірақтан технологиясын білмейді. Қалай монтаждалу керек, шұрып қанша шұрып ұрылу керек.
оның расстояниясы қанша болу керек, сондай элементарный нәрселерді көбінесе үйренбейміз ол нәрселерді. Мен оны қаяқтан білем, мен обучение алдым, үйрендім, шетелге шықтық, Ресейге бардық, түріктерге бардық. Олар қалай сапалы терезе жасап жатыр деген сияқты үйрендік та олардан. Олардан үйренгеннен кейін сол біліммен өзіміздің школадан, қазір сапапластың монтажниктердің бәрі өзіміздің школадан шыққан жігіттер полностью біздің технологиямен қояды. Ана сырттан алдында бір 15 жылдан бері істеп жүрмін ғой деген монтажниктердің бәрін шығардық та, тек өзіміздің білікті мамандар. Мысалы бізде максимально бір жарым деген терезенің өзіне 12 шұрып ұрылады. Басқа монтажниктер қалай істейді? 4 шұрыппен сатады да, пена статады да кете салады. Пена стап қалады ғой деген сияқты. Ол негізі дұрыс емес. Сапалы терезе алдыңыз ба, оның сапалы қойылуына да мән беріңіздер. Қазір заман дамып кеткен, Инстаграмға кіріңіздер, мен өзі TikTokта көбінше бөлсем, мысалы, қалай сапалы монтаж жасау керек, монтажға қалай көңіл бөлу керек, қалай жасасақ дұрыс монтаж болады деген сияқты сондай видеоларым жетеді. Көріп танысасаңыздар болады. Жалпы осы достар, конденсат болғанын қаламасаңыздар, осы екі факторды прям қолға алыңыздар. Осы екі нәрсе ғана болды. Басқа ештеңе емес. Жаңағы стенаның көгеру, басқа анау-мынау қымбат ремонт жасайсыз. Сол себепті сол ремонтты құртпас үшін бастан ең фундамент дұрыс болу керек та. Мысалы, үй салып жатсыз, үйіңіздің фундамент дұрыс болмаса, ол дұрыс шықпайды ғой, сол сияқты ғой. Сол сияқты қабылдаңыз достар бұнда. Егер сіз дұрыс терезе таңдамасаңыз, дұрыс ауа айналым, желдеткіштер дұрыс қоймасаңыздар, қымбат ремонтыңыз бәрі бір тиынға айналады. Сол себепті осы әдісті қолданыңыздар және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Комментарияға егер мен толық жеткізе алмаған бір білгіңіз келген бір тема болса, жаза кетіңіздер, біз сіздерге барынша үйретеміз, көрсетеміз. Мысалы, конденсатпен көп адам келіспеуі мүмкін, менің үйімнің ауа айналымына дұрыс, терезем де мықты. Сонда да терлейді деген адамдар да бар болуы мүмкін арамызда. Негізі ол табиғи заңдылық қой, негізі ауа айналым сіз өлшей алмайсыз ғой, үйіңізде қанша градус. Идеальный ауа айналымы болса, ешқашанда терлемейді негізі ол. Ол табиғи заңдылық, машина айдап кетіп бара жатырмыз, жаңбыр жауған кезде буланып кетеді ғой стекломыз, дұрыс па? Сол сияқты да делік ол мысалы бір бөлмеге білмеймін 3 метрде 3 метр деген жерге қымтап, пленкамен жасап тастап, сіз адамның өзін қойсаңыз, адамның өзі терлеп кетеді, дұрыс па? Енді үйіңіздің өзі, әрине, үйіңіз как мини парилка, там ауа айналым дұрыс болмағаннан кейін болады негізі. Ең бірінші факторы ол ауа айналым. Келістік қой, екінші фактор дұрыс емес терезе, суық терезе, дұрыс емес монтаж. Болды. Осы екі факторға проблеманы шеше алсаңыз, мен айтқан әдістермен бітті. Сіз жалпы терезеңіздің жылауынан, лас ауадан, су жинаудан түбегейлі құтыласыз. Мысалы, біреулер болуы мүмкін, менің терезем уже тұр. Білмеймін, 2 жыл алдын қойдым, менде ондай ақша жоқ бұны ауыстыруға. Қандай решение бар деп айтуларыңыздан мүмкін, ол сұрақ болуы да мүмкін, оған сразу жауап бере кетейін. Қараңыздар достар, егер сізде пластик терезе тұрған болса, делік сізде 4 камералы, білмеймін, қазақстанский бір профильмен тұрған болса, сіздің стеклопакетіңіз 20-лық болуы мүмкін, 24-лік болуы мүмкін, вариант бар. Егер сіз көп шығынға түскіңіз келмесе, тек сол сізде простой стекло болса, оны мультифункционалға ауыстыра аласыз. Ол бірінші вариант. Екінші вариант, размердің стеклопакетін үлкейте аласыз. Оны қарау керек. Мысалы, 4 камераларда 32 мм бар негізі. 32 мм қылуға болады. Ол кезде сіз тек стеклопакетті ғана ауыстыру емес, полный штапик, бәрін жұмысы бар, басқасы бар, на месте кеп қырқылатыны бар, соның бәрін учет ету керек. Жалпы полный терезені ауыстырып, қымбат ремонтыңызды құртқыңыз келмесе, просто стеклопакетті ауыстырып, оның шешімін жасай аласыз. Егер жоқ, мысалы, жаңадан үй салып жатқан болса, сапалы терезе алыңыз, бітті. Ал уже терезеңіз тұрған болса, негізі стеклопакет дүние ауысады. Енді полный терезені қанша шығатынын есептеткіңіз келетін болса, компанияларға шығып көрсеңіздер болады. Біз тек стеклопакет ауыстырумен айналыспаймыз, біз полноценный жаңадан үйлерге, мысалы, полный терезені орнатумен айналысамыз. Егер жаңадан үй салып жатырсқан болсаңыздар, таныстарыңыз үй салып жатқан болса, біздің Instagram парақшаларымыз бәрі тіркеліп қояды. Астына қарап көрсеңіздер болады, сол жерге өтіп, бізден консультация алып, жалпы сапалы терезе қол жеткізе аласыздар достар. Сол себепті осы видеомыз сіздерге пайдалы болған болса, қуаныштымыз. Сол себепті лайк, комменттеріңізді аямаңыздар достар. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.